Бәріңе сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге YouTube жүргізу үшін ең қажетті 5 затты айтатын боламын, ал ең қызығын соңына қалдырайық. Бірінші орында дұрыс сценарий керек, және дұрыс орналастыра білу керек. Егер сіз ол видеоның сапалы болып шыққанын қаласаңыз, бәрін дұрыс жасай білу керек. Мысалы, сіз сценарий жазып алдыңыз. Сіз бірақта сценарий қалай дұрыс орналастыру керек екенін білмейсіз. Сол, егер сіз оны білмейтін болсаңыз, видеоңыздың сапасы да жоқ, және адамдарға да қызық болмайды. Және де сіздің видеоңыздың адамдарды тартуы. Егер сіздің видеоңызда бір қызықты нәрсені түсіріп алдыңыз, егер сіз оны просто мен осындай түсіріп алдым, мен осындай көрдім деп салатын болсаңыз, ол ешкімге де қызық болмайды, және де адамдар қызығушылығын оятпайды. Ал егер сіз бұл мәссаған не нәрсе, мен бұндайды бұрын соңды көрмеген едім деп салған болсаңыз, ол көптеген адамдардың сізге қызығушылығын оятады, және де видеоңызды соңына шейін көріп лайк басып тіркеліп кетеді. Екінші орында өз аудиторияңмен араласу. Егер сіз аналитикаға кіретін болсаңыз, бұл жерде сізді қандай мемлекеттердің көп көріп жатқаны білінеді. Мысалы, сізді Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан көру мүмкін. Егер сізді көбінесе Өзбекстан көретін болса, онда сіз өзбек тіліне аударылған видеолар шығара аласыз. Және де адамдардың жастары. Мысалы, сізді кішкентай балалар көп көретін болса, кішкентай балалардың қызығушылығы оянып жатыр. Және де сіз кішкентай балалардан бөлек үлкен кісілердің қызығушылығын оятуларыңыз керек. Мысалы, әр видеода кішкентай балаларға да арнап, үлкен кісілерге, қарт кісілерге де арнап салуға болады. Себебі сізге адамдар көп тартады. Келесі орында дұрыс монтаж. Көп адамдар дұрыс монтаждай алмайды. Ол жерде сөйлемдерді ерекшелеп көрсетпейді. Мысалы, қара түсті фонға сұр түсті сөйлемді қойып қою. Ол адамды өзіне тартпайды. Және де әріптердің көлемі кішкентай болатын болса, онда адамдар оны оқып уақыт жоғалтқысы келмейді, және де сіздің видеоңыздан өтіп кетеді. Төртінші орында ол сенің каналың. Егер сен жасанды интеллект туралы видеолар салып жүріп, ал кейіннен басқа тақырыпта видеоларды қозғап кететін болсаң, онда YouTube не болғанын түсінбей сенің каналыңды жауып тастайды, немесе мүлдем рекомендацияға видеоларың шықпай қалады. Міне 5-шіге де келіп қалдық. Ал енді бұл жерде ең қызығы, кейбір видеолар, ең танымал адамдардың видеолары ай бойы рекомендацияға кірмей просмотр жинап тұрады. Ал кейіннен біраз уақыт өткен соң, олар артып, вирус болып тарап кетеді. Сіздердің араларыңызда да бар видеоларды салады, бірақ та ешқандай просмотр жинамаса өшіріп тастайды. Және де оны өшірудің қажеті жоқ, себебі ол бір уақытта қатты танымал болып тарап кетуі мүмкін. Сол үшін видеоларды өшірмеңіздер. Достар, егер сіздерге бұл видео қызық болса, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де мен тағы да YouTube туралы басқа да видеоларды шығаратын боламын. Келесі жолы мен YouTube'да монетизацияны қосудың ең оңай жолдарын, және де YouTube'да қалай көптеген ақша табу керек екенін үйретемін. Енді тағы да айта кетсек, менің аккаунтымда 13 000 просмотр, және де 34 подписчик бар. Әлі мен монетизацияның қойған талаптарын орындаған жоқпын. Егер мен сол талаптарды орындасам, маған да ақша түседі. Менің өзіме әлі ақша түскен жоқ. Және де сіздер ойлайтын шығарсыздар. Көптеген блогерлер әшейін видеоны түсіреді, салады, болды. Олар бірден қатты танымал болып кетеді. Бірақ та сіздер қателесесіздер, олар да видеоны салмастан алдын көптеген уақыт дайындалады, сценарий жазады, оны монтаждайды, адамдар жаттайды, оның алдына қаншама рет дайындалады. Мысалы, менің өзім осы видеоны салардың алдын қаншама уақыт бойы дайындалдым. Және де мен бұны қайта оқыдым, сөздерді кейде қателесіп қалдым, кейде тоқтап қала бердім. Сол аралықта өзімнің қандай видео салатынымды да ұмытып қалып жаттым. Мысалы, менің өзім YouTube жүргізіп жатқаныма 1-2 ай болды. Менде көбінесе мынандай, мысалы, менің отбасымда адамдар бар. Адамдарда бізде үйде YouTube жүргізетіндер бар, бірақ та оларда подписчик көп емес. Мен солардың аккаунттарымен өз аккаунтыма тіркелуін өтінем. Және де менде 20 подписчик пе, немесе 15 подписчик менің семейный үйдегі подписчиктер, ал қалған подписчиктер YouTube'да жиналған. Мен YouTube'ға басында өзімнің видеоларымды салып жүрдім.
яғни тиктоктан алып соларды түсірген бәрін салып жүрдім, ал кейіннен жасанды интеллект видеолар саламын деп ойладым. Бірақ та мен ютубтан қарап отырып оны қателік екенін түсіндім. Достар, сау болыңдар. Осымен менің видеом аяқталды. Егер сіздерге қызық болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал келесі жолы мен сіздерге ютубта қалай американский қылып ашу керектігін үйрететін боламын.